Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен химия пәнінің мұғалімі Жұмакулова Алия Сәңгілбайқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз металдарды алу. Табиғатта металдар көбінесе бос күйінде сирек кездеседі. Негізінде олар химиялық қосылыстар түрінде таралған. Бос күйінде тек алтын, платина сияқты металдар кездессе, ал белсенділігі төмен мыс, сынап, күміс, қорғасын тағы басқа металдар бос күйінде де кездеседі, сондай-ақ қосылыс түрінде де кездеседі. Жер бетіндегі ең көп кездесетін металдар бұлар алюминий, одан кейін темір, кальций болса, ал натрий, калий, магний бұлар тек қана аз мөлшерде ғана кездесіп отырады. Металдар табиғатта таралуы үш түрге бөлінеді. Белсенді металдар, белсенділігі орташа металдар және бос күйіндегі металдар. Белсенді металдар, яғни бұлар қышқылдармен әрекеттесіп сутегін бөліп шығатын металдар, яғни хлоридтер, сульфидтер, нитраттар, карбонаттар жатса, ал белсенділігі орташа металдарға оксидтер және сульфидтер, темір оксиді, мырыш сульфиді, қорғасын сульфиді, хром оксидтері жатса, ал бос күйіндегі жата кездесетін металдарға алтын, платинум, күміс жатқызуға болады. Тірі организмнің маңызды процестерінің көбісі осы металдардың қатысуымен жүреді. Металдар біздің организмнің 6%-ын құрайды. Біздің организмімізде кездесетін металдар магний, кальций, натрий, калий, феррум, мырыш тағы басқа металдарды жатқызуға болады. Темір бізде көбінесе қанның құрамында кездеседі, ал кальций сүйек пен тістердің құрамында кездессе, магний бізде бұлшықеттерді, яғни нерв жүйелерін тыныштандырады. Ал темір болса, иммундық жүйелерді жақсартады, яғни темір жетіспесе біздің иммундық жүйеміз бұзылады. Кальций жетіспесе сүйегіміздің, тісіміздің сынғыш болып келеді. Ал магний жетіспейтін болса, біздің нерв жүйемізге әсер етеді. Металдарды алу тәсілі бұл металлургия. Металлургияларымыздың өзі үш түрге бөлінеді. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Пирометаллургия бұл металдар жоғарғы температурада тотықсыздандыру арқылы алса, гидрометаллургия яғни металдардың судағы ерітіндісінен алады, ал электрометаллургия бұл электролиз яғни электр тоғы арқылы алынады. Пирометаллургиямыздың өзі үшке бөлінеді. Сутекті термия, металлотермия және карбототермия. Металлотермияның өзі алюминотермия, магниотермия және кальциотермия болып үшке бөлінеді. Назарларыңызға рахмет.